Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Мен Жаһанша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжінің дене тәрбиесі және спорт кафедрасының оқытушысы Мұратбекова Айгүл Аманжанқызы. Біз бүгін спорттық құрылымдар және еңбекті қорғау пәнінен қашықтықта оқытуда онлайн сабағын өтеміз. Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы жеңіл атлетикаға арналған спорттық ғимараттар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты дене шынықтыру жүйесіндегі жеңіл атлетиканың орны мен маңызын түсіндіру. Дене тәрбиесі және спорт кафедрасының студенттеріне теориялық білімді меңгерту және қашықтан оқу жүйесін дұрыс қалыптастыру және үйрету. Енді жеңіл атлетиканың тарихи деректеріне қысқаша тоқталып кетейін. Біздің заманымыздан бұрын 776 жылы ежелгі Грецияда Олимпиада ойындарында жүгіру спорты пайда болды. Жеңіл атлетика дене жаттығуларының ең қолайлы және кең тараған түрі болып саналады. Жеңіл атлетика жалпы бірнеше түрге бөлінеді. Соның ішінде бірінші түрі жүгіру. Жүгірудің өзі бірнеше түрге бөлінеді. Соның ішінде қысқа қашықтыққа жүгіру. Қысқа қашықтыққа жүгіру 30, 60, 100, 200, 300, 400 метрлерге жүгіру болып түрлерге бөлінеді. Және бұның спортта спринт деген атауы да бар. Келесі жүгіру түріміз орта қашықтықта жүгіру. Олар 600, 800, 1000, 1500 және 2000 метрге жүгіру. Келесі жүгіруіміз ұзақ қашықтыққа жүгіру. 3000, 5000 және 10000 метрге жүгіру болып түрлерге бөлінеді. Жүгірудің бұдан да басқа да өте ұзақ қашықтыққа жүгіру, дала жарысы, кедергілерден өтіп жүгіру, эстафеталық жүгіріс және марафондық жүгіріс деп түрлерге бөлінеді. Жеңіл атлетиканың жаңағы жоғарыда айтып кеткендей, екінші түрі секіру. Секіру ұзындыққа секіру, 3 адымдап секіру, биіктікке секіру және кедергіден секіру деген түрлерге бөлінеді. Жеңіл атлетиканың тағы бір түрі лақтыру. Лақтыру ядраны, дискіні, найзаны, гранатаны және допты лақтыру болып түрлерге бөлінеді. Жүгірудің бірнеше түрлері бар. Адам тарихында жүгіру спорты 1896 жылы Афина қаласында өткен ең алғашқы бірінші олимпиадалық ойындарда енгізілді. Жүгіру жолы структурасына қарай айналмалы жүгіру жолдары және тік жүгіру жолдары болып екі түрге бөлінеді. Жеңіл атлетикалық жарыстардың барлығы спорттық ядро деп аталатын стадионда өткізіледі. Спорттық ядроның айналасына әр қайсысының ені 1 метр 125 метрлік ақ жолақтармен сызылған 400 метрлік жүгіру жолдары салынады. Айналмалы тік жүгіру жолдары 4, 5, 6, 7, 8 жолақтармен стадионның өлшеміне қарай беріледі. Әр жүгірушінің өзіне берілген жолақтан шығып кетпеуі, не болмаса біріне бірі кедергі жасамауы қатаң бақыланады. Жүгіру жолдарының
түрлерін тоқталып кетейік. Айналмалы жүгіру жолдары өздеріңіздің алдарыңызда көрініп тұрғандай, және экрандағы тік жүгіру жолдары. Енді жүгіруге қажетті құрал жабдықтармен танысайық. Қашықтыққа жүгіруде төменгі сөрелік қалып қолданылатынын бәріміз білеміз. Мұндай сөрелік қалып жүгіруді шапшаң бастауға және жоғары шапшаңдыққа жетуге мүмкіндік береді. Ол үшін аяқ тірегішті немесе көпіршені пайдаланамыз. Жүгіруші өзінің күшті деп есептеген аяғын сөре сызығынан 35-45 сантиметрге дейін тұрған алдыңғы көпіршеге, ал екінші аяғын сөре сызығынан 70-85 сантиметр кейін тұрған екінші көпіршеге қою қажет. Келесі жеңіл атлетиканың түрі секіру. Сырықпен секіру. Сырықпен секіру 150 градуста орындалады. Сырықпен секіру 15 метрлік жүгіру ұзындығымен беріледі. Ұзындығы 4 метр, 52 сантиметр, диаметрі 3 сантиметр, салмағы 2 килограмм ағаш немесе пластик таяқпен секіріледі. Жерге қонуға поролон немесе құм сияқты синтетикалық материалдар пайдаланады. Жерге қону ауданы 6-3 метр. Сырықпен секірудің кең тараған түрі фосбери флоп әдісі. Бұл әдіс кезінде дене бар жылдамдықпен сырыққа арқасымен келіп, өзіне ыңғайлы бағытты таңдайды. Сырықтан секірудің бірнеше кезеңдері бар. Сол кезеңдерге жеке-жеке тоқталып кетейік. Бірінші, қатты қарқынмен жүгіріп келу. Екінші кезеңі, денені бар ықпалмен итеру. Келесі кезеңі, сырықтан серпілу. Келесі кезеңіміз, сырықтан секіру. Келесі, таяқты жіберу. Және соңғы кезу, жерге қону. Секірудің тағы бір түрі 3 адымдап секіру. 3 адымдап секіру жолы тақтайдан бастап секіру шұңқырына дейін 4,5 метр болу керек. Секіру жолының ені 1 метр 25 сантиметрді құрайды. Шұңқырдың ұзындығы 6 метр, тереңдігі 0,5 метр, ені 2,175 метр болады, және ол шұңқыр құммен толтырылады. Секірудің келесі түрі кедергілерден секіру. Кедергі аяқтары бар ағаш қалыптардан тұрады. Кедергінің ұзындығы 120 сантиметр, ені 7 сантиметр, қалыңдығы 2 сантиметр болады. Салмағы 10 килограммды құрайды. Әйелдерге арналған кедергінің биіктігі 84 сантиметр, қыз балаларға арналған кедергінің биіктігі 76,2 сантиметр, ал ер адамдарға арналған кедергінің биіктігі 106,7 сантиметр, жасөспірімдерге арналған кедергінің биіктігі 100 сантиметр болады. Жеңіл атлетиканың жоғарыда айтып кеткендей, келесі түрі лақтыру. Оның ішінде ядроны лақтыру. Ядро дегеніміз толық металды, әртүрлі салмақтағы шар. Ядроның салмақтары бірнеше түрге бөлінеді. Ер адамдар үшін ядроның салмағы 7,257 килограмм.
17-18 жастағы жас өспірімдерге арналған ядро 6 кг. 15-16 жастағы жас өспірімдер үшін ядроның килограммы 5 кг. Әйелдер үшін 4 килограммдық ядро қолданылады, және 15-16 жастағы қыз балалар үшін 3 килограммдық ядро жарыста қолданылады. Лақтырудың келесі түрі найза лақтыру. Найза лақтыру жеңіл атлетиканың түрі. Ағаш немесе темір найзаны ұзындыққа екпінмен лақтыру. Спортшы екпінмен секіргеннен кейін 10-12 қадам аттап барып, найзаны лақтырады. Лақтырылған құрал ұшымен жерге қадалу керек. Найзаның ұзындығы ерлердің жарысында 260 см, ал әйелдерге арналған жарыста 220 см-ге тең болады. Найзаны лақтыру ежелгі Грециядағы олимпиадаларда 5 сайыс бағдарламасында қолданылған. Спорттың бұл түрі 1896 жылғы ең алғашқы Афина қаласында өткен бірінші олимпиадалық ойындарда бағдарламада енгізілген. Ал әйелдер спорты бұл түрімен 1932 жылдан бастап олимпиадаларда жарыстарға қатысып жүр. Лақтырудың келесі түрі диск лақтыру. Жарысқа қатысатын спортшылар диаметрі 2,5 метрлік дөңгелек ішінен дискіні лақтырады. Лақтыру қашықтығы деп дөңгелектің сыртқы радиусынан диск түскен жерге дейінгі қашықтықты айтады. Ерлер пайдаланатын дискінің салмағы 2 кг, ал әйел адамдарға арналған дискі 1 кг құрайды. Жастар үшін 1,5 кг, және жас өспірімдер үшін 1,75 кг диск пайдаланады. Дискіні лақтыру қоршалған рұқсат етілген горизонттық бұрышы 350 градус болатын торлы секторда жүргізіледі. Спортшыға диск жерге түскенше сектордың сыртына шығуға рұқсат етілмейді. Лақтыру кезінде диск секторы қоршауына түсуі мүмкін, егер басқа ережелер бұзылу болмаса. Енді студенттер, бүгінгі онлайн сабағымызды қорытындылай келе, үйге тапсырмалар ретінде бірнеше бекіту сұрақтарын беріліп отыр. Берілген сұрақтардың тиісті жауаптарын бос тұрған жолақтарға жазып, жауап берулеріңізді сұраймын. Келесі сұрақта, бекіту сұрақтарында жұлдызшалардың орнына тиісті жауаптарды жазыңыздар. Және соңғы үй тапсырмасы Вен диаграммасы. Екі шеңбер берілген. Бірінші шеңберде спорттық құралдардың түрлерін жазамыз. Екінші шеңберге жеңіл атлетикаға арналған спорттық құралдарды жазамыз. Және екі шеңбердің тоғысқан жеріне екі спорттың да ортақ құрал жабдықтарын жазыңыздар. Студенттер, бүгінгі онлайн сабағымызды қорытындылай келе, кері байланыс берулеріңізді сұраймын. Яғни рефлексиялық қызмет. Кері байланысқа сіздер нені жазасыздар? Бүгінгі сабақтан
қандай жаңалықтар білдім? Сабақтан нені үйрендім? Және тақырып бойынша тағы да нені білгім келеді деген маған кері байланыстарыңызды беруіңізді сұраймын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.